Баршаңызға сәлем, сиқырлы ілмектер арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай сөмкені қалай тоғу керек екенін көрсетемін. Бізде бұл жерде сеткі және сеткіге осындай пряжа буклемен тоқылған иірілген жіп дейміз. Бұл жерде бізде жібіміз мінекей осындай жіп. Және бұл жерде басқа жіптерді де қолдана берсеңіздер болады. Менің сіздерге арнап тоқу үшін іздеп барған кезде жібім осындай жіп табылды. Басқа да жіптермен тоқып көрсетейін дедім, бірақ өкінішке орай ондай жіптерді мен таба алмадым. Ал енді сіздерге осындай әп-әдемі сөмкені қалай тоқу керек екенін көрсетейін. Мінекей бізде осындай сетка. Осының осылай дайынын алсаңыздар болады, немесе 4 бұрыштысын алып, осылай өздеріңізге керек пішінде кесіп алсаңыздар болады. Мен сіздерге қазіргі менің тоқитын сеткамның өлшемін айтайын сіздерге. 21, мінекей, 21, бас жақтан аяқ жаққа дейін бізде 49 болады екен. Мінекей, 49. Мінекей, мына жері 15. Орта жағы 6,5. Ең ұзын жағы 27. Мінекей, менің сеткамның өлшемі. Енді бізге керек жіп осындай иірілген жіп. Пряжа букле деп айтылады екен бұндай жіптер. Мен енді осындай тоқыма арнайы жіптер сататын жерге барған кезде осы жіпті ғана таптым. Осы турецкий жіп екен. Мінекей, сыртын көріп алсаңыздар. Бұның басқа фирмадағы басқа түрлерін алсаңыздар болады. Менің тапқаным осы, және осындай түс болды менің тапқаным. Мінекей, мына жерден составын көріп алсаңыздар болады. Енді бұл иірілген жіп. Орысша айтқан кезде пряжа букле деп айтады екен. Солай барып сұрасаңыздар, мінекей, осындай жіптің түр-түрін көрсетеді сіздерге. Өздеріңізге ұнаған керегін таңдап алсаңыздар болады. Енді біз қалай тоқылу керек екенін көрсетеміз. Енді бізге осындай сеткамыз керек, осындай иірілген жібіміз керек, және осындай ілмегіміз керек. Ілмектің өлшемі бізде 2. Екінші өлшеммен тоқимыз. Және қайшымыз керек. Тоқ болғаннан кейін жан жағын тоқығанға ине алсаңыздар болады. Арнайы осылай жан жақ тоқығанға ине болады. Пластмастан жасалған. Немесе осындай ыңғайы келсе ілмекпен тоқсаңыздар болады. Ал енді сіздерге қалай тоқылуын көрсетейін. Төменгі жақтан бастаймын мен. Ыңғайлы болу үшін осылай шет жағын алып аламыз. Мінекей, жібімізді осы бас жағынан бастаймыз да тоқи береміз. Мінекей, бізде екінші өлшемдегі ілмек. Осылай жібімізді шығарып аламыз. Бірінші қатардан шығарып аламыз. Енді осы жерде ортаға бір көз тастап, мінекей, ортаға бір көз тастап, екінші көзімізден келесі жібімізді, мінекей, жұмыс жібімізді шығарып аламыз. Мінекей, және міне ортаға бір көз тастап, мына ілмекте жұмыс жібіміз тұрады. Ортаға бір көз тастап, мінекей, екінші көзімізден ілмегімізді өткізіп,
астынан мінекей астынан жұмыс жібімізді іліп шығарамыз. Мінекей бастаған кезде аяқ жағында артық жіп болады. Соны бірге ортасына бірге алып тоқып отырамыз. Мінекей жұмыс жібімізді шығарамыз, осылай іліп аламыз. Мінекей бұның ешқандай қиындығы жоқ, ең оңай әдісі. Мінекей ортаға көз тастаймыз, жұмыс жібімізді іліп шығарамыз да, мінекей ілмектегі жібімізден өткіземіз. Қайтадан бір көз тастаймыз, ілмегімізді өткізіп, жұмыс жібімізді қайтадан іліп шығарамыз. Мына жерде артында, мысалы, мінекей артқы жағында осындай жіп қалып отырады, соны ортасына былай кіргізіп, бірге осылай тоқып кетеміз. Мінекей жұмыс жібімізді шығарамыз. Шығарып, мінекей бірден мына ілмектегі жібімізден өткізіп аламыз. Мінекей ешқандай қиындығы жоқ. Осы іліп алып тоқып кете бересіз. Былай қарай жоғарғы қатармен тоқисыз және жоғарғы қарай алып кете бересіз. Мінекей сіздерге түсінікті болсын деп жақыннан тағы көрсетіп кетейін. Мінекей артындағы артық жібімізді осылай бірге арт жақтан іліп алып отырамыз. Мінекей ілмегімізде жұмыс жібіміз, осындай бір көзді тастап, келесі көзден өткіземіз. Мінекей артқы жақта мынандай жұмыс жібіміз бар. Оны осылай ұзыннан алып отырамыз да. Мінекей ілмегімізге жұмыс жібін іліп, осы жерден беткі жағынан осы жібімізді өткіземіз. Жібімізді өткізіп, ілмектегі жіптен өткіземіз. Мінекей осылай енді келесі бір көз тастап, келесі көзден осылай ілмегімізді өткізіп, мінекей жұмыс жібімізді іліп шығарып, бір қатар толығымен тоқып кете береміз. Осылай тоқып кетеміз. Менің бұл жердегі сеткамның көздері 4 мм. Көздері 4 мм. Бұған маған екінші өлшемдегі ілмек тура келіп жатыр. Өткізгенге ыңғайлы болып жатыр. Бір көз тастаймыз. Жұмыс жібімізді шығарамыз. Шығарып аламыз. Өстіп, аяқ жағына дейін тоқып апарамыз. Мінекей аяқ жағына дейін келдік. Осылай соңғы көзімізден өткізіп, осылай іліп шығарып, мінекей. Енді ортаға ешқандай қатар қалдырмаймыз. Бірден мінекей келесі көзімізден өткізіп, сол жерден жібімізді шығарып, жіпті шығарған кезде қатты тартпай, тоққан кезде тығыздамай, жеңіл тоқысаңыздар, сол кезде осындай жібіміз әдемі болып шығады. Мінекей соңғы жағын аяқтадық, келесі қатарға көтердік, жібімізді шығардық, ортаға бір көз тастап, осылай керісінше, мінекей осылай керісінше тоқып кете береміз. Менің қолыма қатты мән бермей қойыңыздар. Бұл бізде көк йод. Қызымның аузына стоматит шығып кеткен. Соған уже қанша күн болды. Аузын емдеп жатқан тілдеріне. Содан тырнақтарынан кетпей жатыр. Ұсқынсыз көрініп тұр, бірақ қатты мән бермеңіздер. Осы жібімізді шығарып алдық. Жібімізді шығарып алып, ілмегіміздегі жіптен шығарып аламыз.
мінекей ілмектегі жіптен шығардық. Бір көз тастап, келесі мінекей келесі көзімізден тоқыдық. Негізі тоқылуында ешқандай қиындық жоқ екен. Мен сіздерге көрсетіп, сабақ түсіріп отырғаннан кейін маған ыңғайсыз болып тұр. Былай өздеріңіз тоқысаңыздар, оп-оңай. Бірақ қазіргі кезде хит болып жатқан сөмке қысқа арналған. Сол өздеріңізге немесе қыздарыңызға осылай тоқып берсеңіздер болады. Қазір көбінесе осындай қоңыр түс барлық түспен кете береді деп алады ғой. Немесе өздеріңіздің киімдеріңізге сәйкес қылып сондай жіппен тоқысаңыздар болады. Мінекей, мына жерде көзден шығарған кезде бүйтіп ақырын тартып, осы жерге тартып тығыздамай сөйтіп тоқысаңыздар, мына жердегі біздің тоқып келе жатқан қатарымыз өте әдемі болып көрінеді. Мінекей, шығарған кезде осылай сәл тартып тоқысаңыздар, тығыздамай тоқысаңыздар өте әдемі көрінеді. Мінекей, қатты тартып бос қалдырып қоймаңыздар. Қараңыздар, қандай әдемі шығып келе жатыр. Мінекей, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Ортаға бір көз тастап тоқи бересіздер. Осы жерден жоғарыға көтерілесіздер. Әрбір көзін осылай жоғарыға тоқып шығасыздар. Мінекей, осындай әдемі сөмкеміз шығып келе жатыр. Мынаны қараңыздар. Қандай әдемі. Осындай әдемі қылып тоқып алсаңыздар болады. Бұл жерде бір ең жақсы жері. Мынаны қарасаңыздар, ішкі жағы осындай. Бұған астар керек болмайды. Бірден осылай тоқып шығасыздар. Мінекей, осы бірақ қана әдіспен тоқисыздар. Болды. Ешқандай қиындатылған, ешқандай әдістері жоқ. Ең бастысы, қатты тартпай, тығыздамай тоқысаңыздар, осындай әдемі болып шығады. Және бұл букленің басқа түрлері де болады. Басқа түрмен де тоқысаңыздар болады. Менде енді осындай түрі болды. Бар тапқаным осы болды. Арнайы жіп сататын жерден осындай ғана түрін таптым. Сіздерге көрсетейін деп. Арнайы сіздер үшін осылай түсіріп жатырмын. Осылай, тек жоғарыға тоқып аламыз. Мінекей, осы бас жағынан бастадық. Бас жағынан бастадым, және тік көтеріліп, мына екі жағын бөлек тоқыған жоқпын. Осылай көтерілген кезде, осылай көтерілген кезде осылай келіп былай бірге жалғастырып, осылай тоқып кеттім. Мінекей. Мен бас жағына сіздерге көрсеттім, ортасындай бір көз тастап тоқисыздар деп. Және мен тоқи келе көзіне ортасынан 2-3 көз тоқып тастап тоқи берсе болады екен. Ол қатты білінбейді екен. Мінекей, осы жерде ортаға 2 көз немесе 3 көз тастап тоқи берсеңіздер болады. Мінекей, мына жерде ең маңыздысы тартып шығарған кезде былай бос шығарасыздар. Бос шығарған кезде осындай әдемі болып шығады. Тығыздап тартсаңыздар, ол тартылып, мына беткі жағындағы осындай мінекей. Осындай түрі көрінбей қалады. Осылай жеңіл тартасыздар. Мінекей. Осылай жеңіл тартып, қайтадан мінекей. Бірнеше көз тастап,
алып шығасыздар да жеңіл тартасыздар. Және үстіңгі жағын сәл бос қалдырып, мінекей, жеңіл тоқисыздар. Қатты тартып тоқуға болмайды. Мінекей, мен шығардым. Келесіне жақтан бос, жеңіл тартасыздар. Ортасын қатты тартпайсыздар да, бос, жеңіл қалдырасыздар. Ортасын қатты алыс алып қоймаңыздар. Ортаға мінекей бір 3 көз тастап, 2 көз тастап тоқысаңыздар, сол дұрыс болады. Мінекей, бос шығарып аласыздар да, жеңіл іліп алып тоқи бересіздер. Өздеріңіз ыңғайларыңызға қарайсыздар. Жеңіл аласыздар. Келесі, мінекей осылай жеңіл. Бұл жердегі осы иірілген жіппен тоқудың бұл жердегі сыры, осылай іліп шығарған кезде жеңіл тоқисыздар. Қатты тартпай, бос. Мінекей, тартып алыңыздар мына жерін. Мінекей, сәл бос қалдырып, қатты күш салмай жеңіл тоқисыздар. Сол кезде мінекей осындай әдемі біздің тоқу әдісіміз шығады. Мінекей біз жібімізден осындай түрін көріп тұрмыз ғой. Осы түрді көреміз де, міне сөмкемізде осындай болса екен дейміз. Осындай шығару үшін, мінекей сіздерге айтып отырғандай, осы жер мінекей жеңіл іліп шығарып, жеңіл тоқып отырасыздар. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Мінекей аяқ жағына дейін. Одан кейін бір жіп бір неге жетеді екен. Егер жіп артылып жатса, сөмкеге арналған ұстайтын тоқсаңыздар болады, немесе теп тақсаңыздар болады, немесе өзі арнайы набор бар ғой. Алдына бөлек және ұстағанға бөлек ручкасы, сондай набор алып тақсаңыздар болады. Бұл енді мен сіздерге көрсету үшін арнайы базарға барып іздеп алып келген жібім. Негізі мен бұның басқа түрін іздегенмін. Қазір хит болып атқан, сонда басқа түрін іздегенмін. Ол түрін таппадым. Бар тапқаным осы болды және осындай түс болды. Соны алып сіздерге көрсетейін деп арнайы түсіріп отырған сабағым және осындай бар тапқан жібім осы болды. Сіздер енді осы әдіспен тоқсаңыздар болады. Және басқа жіппен де тоқсаңыздар болады. Және бұны тоқылу өте оңай екен. Осындай жіппен де осындай керемет сөмке тоқып шығарса болады екен. Енді сіздерге қалай менің осындай әдемі тоқылған сөмкем қалай аяқталды, қалай шықты, соны аяқ жағына көрсететін боламын. Мінекей, біз басынан аяқ жағына дейін осылай әдемілеп ілмегімізбен тоқып алдық. Мінекей, менде осылай болып шықты. Енді біз осыны осылай біріктіреміз. Мінекей, осылай және осылай болу керек. Қараңыздар, қандай әдемі қысқа арналған әдемі сөмкеміз осындай әп-әдемі болып шыға келеді. Енді осы шеттерін сіздер инемен біріктірсеңіздер болады, немесе осылай ілмектің бірінші өлшемдегі ілмекпен бекітсеңіздер болады. Мен ілмекпен осылай бірге қосып тоқиын деп тұрмын. Енді біз жібімізді алып, осылай әрбір осындай көздерінен тоқып шығамыз. Мінекей, осылай ілмегімізді шығарып, сосын сіздерге айта кетерім, осындай жіптен бастаған кезде ұзынырақ алыңыздар, өйткені мысалы осындай жер қалдырсаңыздар, бұл тез нетіп кетеді екен, сөгітіліп кетеді екен да, ортасындағы жіңішке бір өзін бір ұстап тұратын бір қатты жібі бар. Сол жер былай жоғарыға кетіп қалып, мынау жиналып тұрған жіп ұзын болып созылып кетеді екен да, и тоққан кезде мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай осындай болып қалады. Сол үшін ұзынырақ алыңыздар.
және осылай мінекей осылай жұмыс міне жібімізді осылай іліп шығарамыз. Артқы жібін осылай ортасына іліп бірге тоқып отырамыз. Мінекей шығардық. Міне уже іліп алдық. Келесі сіздерге видео түсіріп тұрғандықтан маған ыңғайсыз болып тұр. Сіздер өздеріңіз алдарыңызға алып тоқысаңыздар ыңғайлы. Мінекей жібімізді іліп шығарамыз да. Ілмектегі екі жіптен тағы жұмыс жібімізді өткіземіз. Осылай тоқыған ыңғайлы. Мінекей екінші көзімізден әрбірінің сеткінің өздерінің көздері тұрады. Содан былай өткізіп ортаға жіпті салып отырамыз. Артық жібін осылай іліп шығарып аламыз да жібімізді. Мінекей шығарған жіпті бірден өткізсе болады, бірақ ол кішкене сәл қиындау болады екен. Өйткені бұл бізде басқа жіп болғандықтан, кішкене жұмыс істеу қиын жіп болғандықтан осылай ілмекке жібімізді іліп, осы екі жіптен бірақ шығарған ыңғайлы екен. Егер сіздерге осындай ілмекпен жұмыс істеу қиын болып жатса, кәдімгі пластмасс жіп, пластмасс ине бар ғой, соны осылай инені өткізіп, дәл ортақ жағынан осы жерден алып келіп, осы екі қабаттап тоқи тігіп шықсаңыздар болады. Бүйтіп бекітіп шықсаңыздар болады. Олай да істесеңіздер де болады, бірақ маған осы жердегі ең ыңғайлысы осы болып тұр. Мінекей осылай ілмегімізді өткізіп, жібімізді шығарып, береміз. Сіздерге видео түсіріп отырғандықтан маған ыңғайсыз, дұрыс көрінбей жатыр. Не осы жерде негізі ине мінекей мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай ешқандай ішіндегі сеткісі ештеңесі көрінбейді. Маған сіздерге видео түсіріп отырғандықтан бұлай тоқу қиын болып тұр. Сіздер осылай өз беттеріңізбен осылай келіп, осы жерден төменге қарай айландырып, мына беткі жағында дәл солай тоқып шықсаңыздар болады. Міне қыздар, мінекей мына шетін қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Қараңыздар. Бұл шетін мен ілмек, бірінші өлшемдегі ілмек бізбен осылай бекітіп тоқып шықтым. Және мінекей мына қырында сол ілмекпен тоқыдым. Негізі осындай болып тұрды. Осыны осылай бекітіп, осы қырын тоқып, мінекей қазір осы жерін осылай әдемілеп тоқып, мінекей осындай керемет сөмкеміз шығайын деп тұр. Мінекей
жағын барлығын біріктірдім. Менде осылай болып шықты. Мінекей артық жіптерін ұзыннан қалдырып қойдым. Қазір жасырып орталарына кіргізіп тастаймыз. Міне жапқан кезде осындай болып көрінеді. Мінекей. Енді бұған менде үйде бар затты қолданамын. Ал негізі осы жерге осындай ремень, қоңыр түсті ремень және қоңыр түсті ұстайтын ручкасын тақсаңыздар жақсы көрінеді. Қазір мен міне осыны алдына қоям және екі шетіне осындай шеңберлер және менде осындай цептен жасаймын. Және осы екеуісінің біреусін бір шетіне қолданамын. Немесе мына жаққа, немесе басқа жағына, немесе осыны. Қайсы жақсы көрінеді, соны қолданамын. Енді сіздерге дайын түрін көрсетемін. Бұл жерде енді бекіту несі ешқандай қиындығы жоқ. Мына өздері кольцолардың мына жерде мінекей осындай дайын түрі бар. Екі шетін іле саласыздар. Және мынандай әртүрлісі болады. Менде қазір осындай. Осыны осы жерден кіргізіп артын бекіте салады және төбе жағынан мына жерден кіргізе салам. Мінекей бізде осындай сөмкеміз дайын болды. Осындай иірілген жіптен орысша айтқан кезде пряжа букле. Букленің бұның әртүрлі атаулары болады екен. Мысалы басқа түрлерде болады. Мынау енді бізде осындай түрі. Бұның менде алдыңғы жағындағы осындай түрін жасаптым. Бекіткен кезде де оңай екен. Үстіңгі жағына тығып мына жерді қыса саламыз және мына жерден ар жағына қарай қатты итерсеңіздер өзі былай ішіне кіріп артқы жағынан қайырып осылай бекіте саласыздар. Жеп жеңіл және әдемі көрінеді. Өздеріңізге қалаған түсті алып осылай әдемі қылып тоқып алсаңыздар болады. Мен бұндай түсті таңдаған себебім мінекей. Мына жақынан қараңыздаршы, қандай әдемі. Кәдімгідей қысқа арналған әдемі жіп. Және екі шетінде тоже осылай ішіндегі сеткаға да осылай тығып ішіне кіргізіп жесеңіздер, осылай біздің кольцомызда кіріп кетеді екен. Барлығы жеңіл екен. Ең бастысы өздеріңіз бастап тоқысаңыздар өте әдемі болып шығады. Енді сіздерге мына нені көрсеткім келіп тұр. Менде енді артылған жіп аз болды. Осылай, міне, осындай сепімізге осылай мен тоқып жатырмын. Менде енді осы септе, осы жерде, осы үстіңгі жағына тоқылып шығады. Негізі үстіңгі жағын потом айландырып кеп астыңғы жағын тоқсаңыздар өте керемет болады. Менде бар жететіні осы үстіңгі жағына ғана жетіп тұр. Міне бұның өзін осылай тоқисыздар. Мінекей, осылай алып, мінекей сіздерге түсінікті болсын деп. Так, бұл жерде менде екінші ілмек. Осындай, міне, әр септің көзінен бір іліп бүйтіп шығарасыздар да, осылай, мінекей, осылай тоқи бересіздер. Бір көзге 2 рет немесе 3 рет тоқсаңыздар болады. Тоже бұл жерде бұл жеңіл тоқып шығарасыздар. Мінекей, менің біткен жібім осы. Осындай жерге дейін тоқылды. Енді осы жерін мен алып тастап, шеткі жағына, мінекей, осындай ілмегімізді алып, осындай екі шетіне бекітіп, сөмкемізге бекітіп, осындай әдемі сөмке шығарамыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, пікір қалдырып, лайк бассаңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Осылай тоқуға қызығатын қыздарыңыз болса, достарыңыз болса, немесе аналарыңыз болса, жіберіп қойыңыздар. Осындай әдемі сөмкені өзіне немесе өздеріңізге сіздерге тоқып берсе болады. Келесі сабағымда кездескенше.